Сәлеметсіңдер ме балалар, менің ардама қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның ғажайып мұралары. Алғашқы сұрақ: Қазақстанның ғажайып мұралары туралы не білесің? Екінші сұрақ: оларды кереметтер қатарына қосуға бола ма? Ал енді осы сұрақтарға жауап беріп кетейік. Алғашқы сұрақтың жауабы: Қазақстанның ғажайып мұралары өте көп. Мысалы, алтын адам, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, тамғалы петроглифтері және тағы да басқа. Екінші сұрақтың жауабы: әрине, оларды кереметтер қатарына қосуға болады. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдап, тақырыбын анықта. Ал балалар, енді мәтінді мұқият тыңдап, тақырыбын анықтайық. Бірінші тапсырма: мәтіннің басты тақырыбы ол Қазақстанның басты ұлттық символының бірі алтын киімді адам туралы баяндау, яғни мәтінде алтын киімді адам туралы баяндалған. Екінші тапсырма: тыңдалған мәтін бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: таңбалы тас не себепті ғажайып мұралардың бірі болып табылады? Екінші сұрақ: ол туралы тағы не білесің? Ал балалар, енді осы екінші тапсырманың сұрақтарына бірге жауап берейік. Бірінші сұрақтың жауабы: таңбалы тастың ғажайып мұралардың бірі болуының басты себебі ол жартасқа түсірілген таңбалардың ең көнесі шамамен 11 ғасырдан басталады да 19 ғасырға дейін жалғасады. Таңбалы тас өте көне жәдігерге жатады. Екінші сұрақтың жауабы: сонымен қатар бұл жерде қазақтар ұлы мереке жасап, ұран шақырып, бір ел болып қосылған жері. Сондықтан бұл таңбалы тасты алғаш ашқан ғалымдар тарихтың зор куәлігі деп атаған. Балалар, енді үшінші тапсырмаға көшелік. Мәтінді оқып, түсіндіріп айт. Бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздерге мән бер. Алтын киімді адам. Тәуелсіз Қазақстан туралы айтқанда басты ұлттық символдардың бірі алтын киімді адамды еске алмау мүмкін емес. Алтын киімді адам Есік обасының сақ қорғанынан табылған. Қорғанның қабірі қарағайдан салынған. Едініне бір-бірімен қиюластырып тақтай төселген. Тақта еденге әр жеріне ұсақ алтын түймеше, қаптырмалар тігілген үлкен мата жайылған. Мата төсеніш, үстіне киімі басынан аяғына дейін алтын қаптырмалармен қапталған сақ көсемі жатқызылған. Оған мерекелік салтанатты киім кигізілген. Басына күн құдайының белгісінде қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрады. Жанына алтынмен апталған қола тегенелер, ағаш табақтар, сабы жалпақ таспамен оралған қамшы, шағын жібек қоржын қойылған. Алтын киімді адам сақ мәдениетінің бірегей үлгісі. Ал балалар, енді біз мәтінді оқып түсіндірдік. Енді бөлек дефис арқылы жазылатын сөздерге мән беріп оқиық. Үшінші тапсырманы орындап болдық. Енді төртінші тапсырмаға көшейік. Мәтін мазмұнына қатысты жауапты тауып, ақпаратты дұрыс-бұрыстығын жаз. Алдымен барлық мәтіндегі ақпараттарды оқып шығып, кейіннен дұрыс немесе бұрыс екендігін бірге табайық. Алтын киімді адам оңтүстік Қазақстаннан табылған. Қорғанның қабірі бөренелерден салынған. Алтын киімді адамның киімі күміс әшекейлермен безендірілген. Басына күн құдайының символындай қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрған. Жанына қылыш пен қанжар қойылған. Енді осы ақпараттардың дұрыс немесе бұрыс екендігін тексерейік. Бірінші ақпарат: алтын киімді адам оңтүстік Қазақстаннан табылған. Бұл бұрыс, себебі алтын киімді адам Есік обасының сақ қорғанынан табылған. Екінші ақпарат: қорғанның қабірі бөренелерден салынған. Бұл да бұрыс, себебі қорғанның қабірі қарағайлардан салынған. Үшінші ақпарат: алтын киімді адамның киімі күміс әшекейлермен безендірілген. Бұрыс, алтын киімді адамның киімі алтынмен безендірілген. Төртінші ақпарат: басына күн құдайының символындай қанатты аттар бейнеленген. Әшекеймен безендірілген биік үшкір бөрік кигізілген. Дұрыс, бұл ақпарат дұрыс. Бесінші ақпарат: көсемнің қаруы ұзын қылыш пен қысқа қанжардан тұрған. Дұрыс. Алтыншы ақпарат: жанына қылыш пен қанжар қойылған. Бұл бұрыс ақпарат, себебі алтын киімді адамның жанына қамшы, қола тегенелер, ағаш табақтар, жібек қоржын және тағы да басқа заттар қойылған. Балалар, енді төртінші тапсырманы орындап біттік. Енді бесінші тапсырмаға көшейік. Бесінші тапсырма: жұмбақтың шешуін тап. Әйгілі барша әлемге жалғыз ақ ол бұл әлемде. Киімі түгел алтыннан біздің елден табылған. Қалай ойлайсыңдар, бұл жұмбақтың шешуі қандай? Оны бірге білейік. Әрине, жұмбақтың шешуі алтын адам, немесе алтын киімді адам деп те айтуға болады.
Жұмбақтың жауабын таптық, енді 6-шы тапсырмаға көшейік. Мәтінді оқы, бірге және дефис арқылы жазылған сөздерді теріп дәптеріңе жаз. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Ата-бабадан мұра болған қара домбыра көшпелі елдің көнекөз шежіресі, аса құнды қолөнер туындысы. Халқымыз өмір, оқиға, күрес, сезім иірімдерін домбыра үніне қосып, күмбірлете күй төгіп, әсем ән айтып, жадырата жыр жырлаған. Киіз үй ата-бабаларымыздың негізгі баспанасы. Көшпелі халықтың барлық жағдайынан ыңғайлы баспана үлгісін жасап шығаруы асқан шеберліктің көрінісі. Қазақ халқының барша қолөнері киіз үй құрылысынан көрініс тапқан. Текеметтегі оюлар, басқұрлардағы өрнектер, жиһаз бетіне салынған айшықты бердерлердегі күн мен аспан денелері, өсімдіктер дүниесі мен жануарлар әлемі, қазақтың қоршаған әлем мен табиғаттағы үйлесімді сұлулық туралы таным түсінігін білдіреді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сәулет өнерінің тамаша туындысы. Түркістандық ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басына Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылған кесене өзінің қайталанбас әсемдігімен, түрлі өрнектерімен ерекшеленеді. Маңғыстау жерасты мешіті рухани әрі тарихи орын. Мешіттің пішіні дөңгелек болып келеді. Ішкі көрінісі киіз үйге ұқсайды. Ел аңызы бойынша ұшар басына самұрық құс алтын жұмыртқа салатын, тамырын тереңге жайып, көкке ұмтылған алып бәйтерек елбасының эскиз нобайы негізінде дүниеге келген. Бүгінде бәйтерек өмір ағашын бейнелеп, ынтымақ пен бірліктің, келісім мен татулықтың белгісіне айналды. Астаналық тұмарындай болып, көк аспанға бой созып тұрған бәйтерек сұлу сымбатымен көз тартады. Енді, балалар, сендерге біліп жүретін ақпаратты оқып берейін. Қыз, ер, сал, батыр, балуан, сұлу, би, қожа тәрізді сөздер өздеріне қатысты жалқы есімдерден бөлік жазылады. Мысалы, қыз жібек, ер тарғын, балуан шолақ. Осы ақпаратты біліп жүріңдер. Мәтінді бірге оқып болдық. Енді бірге жазылатын сөздер мен дефис арқылы жазылатын сөздерді талқылайық. Бірге жазылатын сөздер: жерасты, баспана, бәйтерек, домбыра, астана, көнекөз, қолөнер және басқұрлар. Ал дефис арқылы жазылатын сөздер: таным түсінік, ата-бабалар, эскиз нобайы. Сөздерді дәптерлеріңе жазып алуды ұмытпаңдар. Енді 7-ші тапсырманы орындайық. Сөйлемдерді мағынасына қарай толықтырып жаз. Өздерің көріп отырғандай, бізге домбыра туралы бірнеше сөйлем берілген. Енді оларды астындағы керекті сөздермен бірге толықтырып жазайық. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Домбыра қарағай, емен, үйеңкі тәрізді ағаштардан жасалады. Домбыраның құрылысына мойын, шанақ, тиек, ішектері, басы, құлағы, пернелері жатады. 7-ші тапсырманы орындап болдық, енді 8-ші тапсырманы бастайық. Мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Бірінші сөйлем менің ойымшадан басталуы қажет, ал екінші сөйлем себебі мен оны былай деп түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен мынадай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Ал соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім. Осы негізде өз пікірімізді дәлелдейік. Менің ойымша, домбыра көшпелі елдің аса құнды қолөнер туындысы. Себебі халқымыз домбыра үні арқылы күресті, өмірді, оқиғаларды көмбірлете күй төгіп, ән айтып жырлаған. Мен оны адай, түрмеден қашқан, қазақ-түркімен қатынастарынан елес беретін үлкен айқай, ақан серінің құлагер атты күйлерімен дәлелдей аламын. Бұл күйлер қандай жағдай болса да, ата-бабаларымыз оны күймен шерткенінің нағыз дәлелі. Осыған байланысты мен қазақ халқының ең асыл және ең бағалы қазынасының бірі ол домбыра деген шешімге келдім. 8-ші тапсырманы орындап болдық. Білгенге маржан, жеті жетекші. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, сынаушысы халық, сақлық бидің сөзі. Ал енді балалар 9-ші тапсырманы орындауға көшейік. Оқыған мәтіндердің әр бөлігіндегі негізгі тірек сөздерді анықтап, шағын мәтін құра. Біз бағана оқыған мәтіндегі тірек сөздерден мәтін құрау қажетпіз. Қазақ халқының ұлттық жәдігерлеріне домбыра, ата-бабаларымыз қолданған киіз үй, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстаудағы жерасты мешіті мен самұрық құсының жұмыртқасының нәтижесінде пайда болған бәйтерек жатады. Осы мәтінді дәптерлеріңе жазып алуды ұмытпаңдар. Енді 10-шы тапсырмаға көшеміз. 10-шы тапсырма: Қазақстанның ғажайып мұралары тақырыбында эссе жазу үшін тезистік жоспар құр.
Эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жаз. Үлгі. Кіріспе бөлім. Тезистік сөйлемнен тұрады. Ойды дәлелді жазу. Негізгі бөлім. Абзацтардан құралады. Тақырыптан ауытқымау. Қорытынды бөлім. Айтылған ой қорытылып жазылады. Мазмұндық жүйені сақтау. Енді бірге эссе жазайық. Қазақстан ғажайып мұраларға бай мемлекеттердің бірі. Өйткені біздің елімізде тарихи және рухани маңыздылығы бар жәдігерлердің саны көп. Мысал ретінде алтын адамды алсақ болады. Алтын адам тек біздің отанымыз Қазақстанда табылып отыр. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауи, Айша бибі кесенелерін ғажайып мұраларға жатқызуға болады. Олар өте көне тарихи қазыналарға жатады. Қазақстанның ғажайып мұраларына тағы таңбалы тас жазуларын жатқызуға болады. Таңбалы тас тарихи құндылыққа ие жәдігер, себебі қазақ халқының бас қосулары сол жерде болған. Қорытындылай келсек, қазақ жері тарихи және таңғажайып қазыналар мен жәдігерлер мұраларға өте бай. 10-шы тапсырманы орындадық, енді соңғы 11-ші тапсырманы жасайық. Сабақта алған әсерлеріңді ойыңды төмендегі кестеге сәйкес жаз. Ал енді балалар, өзіміздің ойымызды жазып кетейік. Білемін, еліміздегі ғажайып мұралардың көп екендігін білемін. Білмеймін, еліміздегі барлық тарихи жәдігерлер туралы білмеймін. Мен үшін жаңа ақпарат ол алтын адам мен бәйтерек монументі жайлы ақпарат. Мені таңғалдырды, мені таңбалы тас туралы ақпарат таңғалдырды. Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Сендерге сәттілік тілеймін.